мойын жаттығуларының пайдалары. Бұлардың ішіндегі ең негізгісі ол ми қан айналымының жақсаруы. Зейін оянып, жұмысқа қабілеттілік және де өнімділік артады. Бас ауруларының алдын аламыз. Шаштың жағдайы жақсарады, жылтырай түседі. Беттің қан айналымы жақсарып, беттің түсі ажарланып, ерекше жайнап тұрады. Және де мойында орналасқан мүшелер өзінің жұмысын дұрыс әрі толыққанды орындайды. 2. Лимфа ағысы жақсарып, беттегі ісінулер кетеді. Еңсеміз түзуленеді. Яғни мойынды түзу ұстау арқылы бүкірлік кетіп, жүрісімізде әдемілене түседі. Мойын ұзарып сұлуланады, шаршағанымызды басып, денемізге ерекше жеңілдік сезім береді. Мойындағы және иықтағы құрысуларды кетіріп, ауырсынуды жояды, сергектік сыйлайды және эмоционалды фонды жақсартады.